Облыстық полиция департаментінің мәжіліс залында Малкеджар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты 11 сынып оқушыларына үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Малкеджар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жоғары арнаулы оқу орны болып табылады. Оқуға 16 жасқа толған орта және арнайы орта білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. Шараға облыс орталығынан 300-ден астам мектеп оқушылары қатысты. Оқудың біздің ерекшеліктері бұл 4 жыл тегін білім алу, 4 жыл 3 мезгіл тамақпен қамтылып, тұрғылықты жермен қамтылып және 100%-ық жұмыспен қамтылуының талаптарымен таныстырғымыз келіп отыр. Яғни бұлардың кез келген сұрақтарына жауап беріп, оқуға түсу үшін қандай құжаттар жинау керек, қандай институттарға барып құжаттарды алу керек, соларды түсіндіргіміз келіп отыр. Заң институтының өкілдері талапкерлерге аталған институттың артықшылықтарына тоқталып өтті. Мектеп бітіруші түлектермен пікір алмасып, ойларымен бөлісті. Айта кету керек, оқу орнын бітірген соң түлектерге жоғары білім дипломы және полиция лейтенанты арнайы атағы берілетін болады. Арайлым Кенжебек, Ержан Сүлейменов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.